Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Казакстандын премьер-министри Олжас Бектенов менен жолугушту. Жолугушуу Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынынын алкагында өттү. Адылбек Касымалиев меймандостугу жана жылуу кабыл алуусу үчүн ыраазычылык билдирип, президент Садыр Жапаровдун атынан Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевге жылуу саламын жолдоду. Казакстан биздин жакын коңшубуз, боордош мамлекет жана негизги соода өнөктөшүбүз. 2024-жылы кыргыз-казак мамилелеринде мамлекеттер аралык өз ара аракеттенүүнүн бардык чөйрөлөрүндө бир катар маанилүү окуялар болду. Эки тараптуу мамилелер өнүгүүнүн жаңы баскычына көтөрүлдү. Биз сиздер менен мындан арада болгон келишимдерди ишке ашыруу жана кыргыз-казак мамилелерин өнүктүрүүдө жаңы жыйынтыктарга жетүү үчүн күч аракетибизди жумшайбыз деп ишенем, деди Адылбек Касымалиев. Өз кезегинде Казакстандын премьер-министри Олжас Бектенов Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын кызматына Адылбек Касымалиевди дайындалышы менен куттуктап, жооптуу мамлекеттик кызматта мындан аркы ийгиликтерди каалады. Олжас Бектенов жакын арада Казакстанга келип кетүүгө чакырып, кыргыз-казак стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык мамилелерин мындан арада бекемдөөгө умтулаарын билдирди. Тараптар жетишилген макулдашууларды, анын ичинде Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун 2024-жылдын 18-19 апрелиндеги Казакстанга расмий сапарынын алкагындагы жогорку деңгээлдеги макулдашуулардын аткарылышын талкуулашты. Эки өлкөнүн өкмөт башчылары эки тараптуу өз ара аракеттенүүнү мындан ары бекемдөөнүн маанилүүлүгүн өз ара баса белгилешти жана биргелешип ишке ашырууга даяр экендиктерин ырасташты. Урматтуу Олжас Абаевич, эң алгач Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын кызматына дайындалганыма байланыштуу сиздин мага айтылган жылуу куттуктоолоруңуз жана каалоолоруңуз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Алматы шаарында Евразия өкмөттөр аралык кезектеги кеңешинин жыйынын жана санариптештирүү боюнча эл аралык санариптик Алматы форумунун алкагында сиз менен биринчи жолу өтүп жаткан жолугушуубузга абдан мен кубанычтамын. Казакстан биздин эң жакын кошунабыз, коңшубуз, боордош мамлекет, негизги соода өнөктөштөрүбүздүн бири. Өткөн жылы кыргыз-казак мамилелеринде мамлекеттик аралык өз ара аракеттенүүнүн бардык чөйрөлөрүндө бир катар маанилүү жагымдуу окуялар болуп өттү. Мына сиз да өзүңүз сөзүңүздө айтып кеттиңиз. Алар эки тараптуу байланыштарды өнүгүүнүн жаңы баскычына алып чыкты. Биз ушул жылы боло турган иш-чараларды тактап айтканда Казакстандын президенти урматтуу Касым-Жомарт Кемелевич Токаевдин Кыргызстанга боло турган сапарын ийгиликтүү өткөрүүгө даярбыз. Учурдан пайдаланып Кыргызстандын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун, Казакстандын президенти урматтуу Касым-Жомарт Кемелевич Токаевга жана сизге жылуу саламын жана тилектерин жолдоого уруксат этиңиз. Жалпысынан биздин достук жана бир туугандык мамилелерибиздин мындан ары бекемделишине мен терең ишенем. Құрметті Адылбек Алешевич, жыл сайынғы дәстүр бойынша Алматыда өтіп жатқан Евразиялық үкіметаралық кеңес отырысы мен цифрлық форумға қош келдіңіздер. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, сізді Қырғыз Республикасы министрлер кабинетінің төрағасы, президент әкімшілігінің басшысы лауазымына тағайындалуыңызбен тағы да құттықтаймын. Үкіметтер деңгейіндегі бірлескен жұмысымыз өзара тиімді байланыстарды одан әрі нығайтуға ықпал етеді деп сенемін. Қырғызстан біз үшін бауырлас мемлекет, сондай-ақ сенімді серіктес әрі одақтас ел. Елдеріміздің көшбасшылары арасындағы белсенді саяси диалог қазақ-қырғыз әріптестігінің бүкіл спектр бойынша жоғары динамиканы қамтамасыз етіп отыр. Қырғызстан президенті Садыр Нуркожоевич Жапаровдың Қазақстанға ресми сапары өткен жылдың маңызды оқиғасы болды. Биыл Қазақстан президенті Касым-Жомарт Кемелевич Токаевдың Қырғызстанға сапары жоспарланып отыр. Бұл көп қырлы байланыстардың одан әрі дамуына тың серпін беретіні сөзсіз. Біздің бүгінгі кездесуіміз жоғары деңгейде өтетін келіссөздерді сапалық жағынан толықтыра түсу үшін екі жақты күн тәртібінің өзекті мәселелерді талқылауға жол ашады. Елдеріміз арасындағы өзара сауда-экономикалық байланыстар орнықты дамып келеді. Өткен жылдың 11 айында екі жақты сауда көлемі ұлғайып 1,6 миллиард долларға жетті. Мемлекет басшылары екі ел арасындағы тауар айналымын 2030 жылға қарай 3 миллиард долларға дейін жеткізу міндетін қойды. Үкіметтер осы міндетті іске асыру бағытында жұмысты жалғастырып жатыр. Бұған үкіметаралық кеңес және өңіраралық ынтымақтастық форумы сияқты
екі жақты байланыстардың тиімді тетіктері оң ықпал етеді деп санаймын. Қазақстан үкіметі барлық бағыттар бойынша қазақ-қырғыз стратегиялық әріптестігінің жоғары динамикасын қолдауға қашанда дайын.